Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі онлайн сабаққа қош келдіңіздер. Менің есімім Жасұлан. Мен ағылшын тілі маманы боламын және осы мектептің негізін қалаушы. 6 жылдан аса уақыт бойы мен балалар мен оқушыларды және де үлкен кісілерді де ағылшын тіліне үйретіп келемін. Менің оқушыларым 5 жастан 65 жасқа дейін болған. Көбісі қазір шетелде оқып жатыр, шетелде тұрып жатыр, болмаса қазір оқу орындарына түскен болатын. Жалпы ағылшын тілін үйрену өте оңай. Көп адамдар айтып жатады, менің қолымнан келмейді, бұл өте қиын деп. Бірақ шын айтатын болса, достар, бұл ағылшын тілін үйрену өте оңай. Мысалы, айталық, кейбір адамдар үйреніп жатады, ал кейбір адамдар үйренбей жатады. Бұның себебі қандай деп ойлайсыздар? Чатқа жазып отырсаңыздар болады. Көп адамдар ойлап жатады. Мысалы, жаппай күніге оқу керек деп. Болмаса кейбіреулер айтып жатады, шетелге көшіп кету керек. Болмаса шетелдікпен көп оқу керек деп. Бірақ сіздерге менің айтарым, ағылшын тілін үйренеді тек қана қандай адамдар? Олардың мотивациялары бар. Мысалы, сіздің мотивацияңыз шетелде оқу болсын, болмаса оқу орнына түсу, авиациялық, болмаса басқа да бір оқу орындарында ағылшын өте қажет. Осындай бір үлкен мақсат қоятын болсаңыз, және де барынша жұмыс жасайтын болсаңыз, сіздің қолыңыздан барлығы келеді. Бәлкім, сіз осы уақытқа дейін бірнеше рет ағылшын тілін зерттеген оқыған шығарсыз. Мысалы, мектепте, колледжде, болмаса университетте, болмаса арнайы курстарда. Және де көп жерлерде, достар, осындай ескі методиканы қолданады. Мысалы, кейбір жерлерде айтуы мүмкін: оқы, жаз, аудар. Оқы, жаз, аудар. Болмаса тағы да басқа. Осының барлығын адамдар жылдар бойы жасап келе жатыр. Бірақ результат 0. Болды, жетер. Енді мүлдем басқа методиканың уақытысы келді, достар. Бүгін сіздермен басқаша жолмен үйреніп көрейік, достар. Дайынсыздар ма? Онда кет. Сізге бір сұрақ. Қалай ойлайсыз? Грамматика маңызды ма? Әлде speaking, яғни сөйлеу мәнері маңызды ма? Сіздердің жауаптарыңызды күтемін, чатқа жазсаңыздар болады. Грамматика маңызды ма? Әлде speaking? Көп адамдар ойлауы мүмкін, сіздер айтып жатсыздар. Көп адамдар ойлауы мүмкін, мысалы, грамматика маңызды деп. Дұрыс айтасыз. Кейбіреулер айтады, speaking маңызды деп. Ол да дұрыс, достар. Бірақ мынандай мысалды еске түсіріп көрейікші. Мысалы, кішкентай бала, туыла салысымен, 1 ай, 2 айдан кейін, 3 айдан кейін, 1 жасқа дейін, ол қандай да бір сөздер айта бастайды. Апа, ата, мама деп. Одан кейін сөйлемдер құрай бастайды. Сөйлем тіркестерімен сөйлей бастайды. Берші, алшы деп, әперші деп, қойшы деп айтады. Одан кейін сөйлемдерін құрай бастайды. Сөйтіп, достар, олар 6 жасқа дейін, кейбіреулер тіпті 7 жасқа дейін сөйлеп жүреді. Одан кейін етістік, сын есім, зат есім, яғни грамматикаға үңіледі. Сол сияқты, достар, сіздер де қазірден бастап бірінші сөйлеп үйренуіңіз керек. Мен де көптеген студенттеріме үйретемін. Бірінші кезекте сөздер мен сөз тіркестерін жаттап, сөйлей бастауды үйрену. Ал одан кейін грамматикаға терең үңілуге болады. Сондықтан да, достар, еш алаңсыз ағылшын тілін меңгеруді бастайық. Окей, онда, достар, сіздерді ручка мен дәптер алуға шақырамын. Қазір сіздермен кейбір нәрсені қайталап, ал кейбір нәрсе жаңа болуы мүмкін сіздерге, соны өтіп кетеміз. Қазір сіздерге экранға шығады арнайы сөздер, сөз тіркестері. Бірақ, достар, сіздерден өтінерім, қазір сіздер сабаққа қатысып отырыңыздар, жай ғана көруші емес, қатысушы болайық, өйткені сіздер осылайша білімдеріңізді молайта түсесіздер. Қазір мен сіздерге сұрақтар қоямын, сіз тура және де бірден жауап бере берсеңіз болады. Жалпы біз барлығымыз, сіз де, сіздің бәлкім туыстарыңыз да, достарыңыз да ағылшын тілін біледі. Бәлкім жай ғана қолданбайды. Мысалы, егер біз қазір миымыздағы бір ағылшын деген қорапты ашып қарайтын болсақ, ескірген, болмаса қандай да бір сөздеріміз бар. Былайша айтқанда, копилкада сөздеріміз бар. Мысалы, айталық кітап. Қалай болады кітап? Әрине, book.
Қалай болады? Менде бар кітап. I have a book. Ал егер сіз айтатын болсаңыз, менде 25 кітап бар деп, қалай айтасыз? I have 25 books. 25 books кітаптар. Ал егер сіз сұрақ қойсаңыз, сенде кітап бар ма? Have деген сөзіміз алдына шығады, я? Сонда сен деген ол you. Have you book? Have you a book? Дұрыс айтасыздар, достар. Егер сіздер менімен бірге айтып отырған болсаңыздар, тамаша. Болмаса жазып отырсаңыздар да болады. Достар, және де бір нәрсе, бір кеңес, ешқашан ұялмаңыздар. Ешқашан ұялмаңыздар сөйлеуге. Есімде баяғыда әйгілі профессор айтып кетіп еді. Ағылшын тілін үйренетін адамдар ұятсыз болу керек деп. Бірақ әрине бұл тура мағынада ұятсыз болу емес. Әрине сөйлеуге, сұрауға, болмаса қандай да бір қателік жасауға еш ұялмаңыздар. Адам қателік жасап үйренеді. Енді достар, ары қарай жалғастыратын болсақ, қалай айтасыздар? Менде қызыл кітап бар деп. Қызыл деген сөзді еске түсірейікші. Сіздер осы уақытқа дейін еске түсірген шығарсыздар. Қызыл, red, дұрыс айтасыздар. Енді айтып көрейікші. Менде қызыл кітап бар. I have read book. Менде бар деген сөз I have. Ал ол қызда бар болатын болса she has. Яғни have сөзі бар деген ол екі түрлі болады. Have және has. Тамаша достар. Ал енді айтып көрейікші. Менде кітап жоқ. Not немесе no деген сөзді жалғасаңыздар болады. Have-тан кейін. Мысалы, I have no book. Или I have not a book. I haven't деп қысқартасыздар. I haven't a book. Тамаша. Енді кейбіреулеріңіз ойлап отырған шығарсыздар. Күнделікті өмірде менде бар, менде жоқ кітап қайтемін деп, я? Жалпы осы мысалмен мен не айтқым келді? Ол сіздер сөйлемдер құрап үйренуіңіз керек. Бұны әркім істей алады. Жалпы, егер сіздер өздеріңіз жайлы айтып кететін болсаңыздар, мысалы, менің есімім Мұрат, менің есімім мистер Жасулан деп айтатын болсаңыздар, қалай айтасыздар? My name is Mr. Жасулан. My name is Жасулан. Сіздің жасыңыз нешеде деп қалай сұрайсыздар? How old are you? Қайталайықшы. How old are you? Сенің жасың нешеде? Сенің, сіздің, оларда бір сөз. You. Тамаша достар. How old are you? I am 25. I am 10. I am 30. Деген варианттар айтып жатқан шығарсыздар. Достар, чатқа жазып отырсаңыздар болады, ойларыңыз бен пікірлеріңізді. Енді, ары қарай жалғастыратын болсақ, достар, жалпы сіздер адаммен танысасыздар, я? Амандасамыз. Қалай? Hi, сәлем. Hello, сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? How are you? How are you? How are you дегеніміз қалың қалай? Қалыңыз қалай? Ал егер сұрағымыз келсеші, не жаңалық деп? Не жаңалық? Қалай сұрайсыздар? What the news? What the news? Қандай жаңалық? Ал егер сұрағыларыңыз келсе, сен қайдан боласың? Сен қайдан боласың? Естеріңізде шығар. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Тамаша достар. Енді мынандай сөзді еске түсірейікші достар. Қалай айтасыздар? Берші деп. Маған берші. Give me. Еске түсірген болсаңыздар тамаша, білмесеңіздер жазып алыңыздар. Give me. Маған берші. Мысалы, айтайықшы, маған су берші. Өтінемін деп қосамыз соңында please. Енді give me please a water. Маған су берші. Give me please water. Маған су берші. Water'ды алып тастаймыз, орнына қоямыз телефон. Кім айтады? Маған телефон берші.
Give me, please, phone. Give me phone, please. Тамаша. Ал егер айтсаңыздар, мысалы, маған бере аласың ба? Can you істей алу? I can, мен істей аламын. Қалай айтасыздар? Маған телефон бере аласың ба? Can you give me a phone? Тамаша достар. Егер біліп қатысып отырсаңыздар бәрекелді. Бүгінгі сабағымыздың ең басты тақырыбы ол ағылшын тілін қалай тез үйренуге болады. Жалпы ағылшын тілін тез үйрену деген ол дұрыс емес түсінік. Жалпы жаңа тілді үйрену ол оңай емес процесс, бірақ тезірек үйренуге болады. Бірінші кеңес достар, сіздер өздеріңізді тым қинамаңыздар. Мысалы, таңертеңнен тұрып алып, 3 кино көріп, одан кейін өзіңізді қинатып, кітаптар оқып, сөздерді аздан кешке дейін жаттатқызып жүрсеңіз, сізде мотивация да кетеді, өзіңіз де тым қатты шаршап кетесіз. Миде жұмыс істемей қалады. Сондықтан да достар, бірінші кеңес өзіңізді қинамаңыз. Екінші кеңес ол жиі оқып тұру. Яғни, сіздер мысалы бүгін қандайды бір тақырыпты зерттедіңіз, оқыдыңыз, болмаса тыңдадыңыз, ал келесі күні сол тақырып жайында бәлкім бір нәрсе қараңыз, көріңіз. Одан кейін тағы бір нәрсемен айналысыңыз. Яғни, сіз күніге оқитын болсаңыз, сіздер осылай өзіңіздің нәтижеңізді жақындата түсесіз. Үшінші кеңес ол сізде бәлкім тәжірибе жоқ. Яғни, практика дейміз ғой, Өйткені сіз практика жасамайтын болсаңыз, сіздің осы ағылшынды тез үйренуіңіз өте артта қалады. Күніге бір нәрсе жазасыз, бір нәрсе жаттайсыз, бірақ еш қолданбайтын болсаңыз, яғни сөйлемейтін болсаңыз, сіздің нәтижеңіз одан бетер қашып кетеді. Төртінші кеңес ол сізге қызықты сфера тауып алу. Мысалы, сіз ағылшын тілін оқуды бастадыңыз, бірақ неден бастайтыныңызды білмейсіз, болмаса не істеп жалғастыратыныңызды білмейсіз. Сол кезде өзіңізге былай деп сұрақ қойсаңыз болады. Мен жалпы не істегенді ұнатамын? Мен қандай нәрсемен шұғылданғанды ұнатамын? Мысалы, кейбір адамдар кітап оқығанды ұнатса, кейбір адамдар бір нәрсе қарағанды, көргенді ұнатады. Кейбір адамдар жазғанды, сурет салғанды. Соған қатысты өзіңіздің қызықты хоббиларыңызды тауып алсаңыздар, соған қатысты мәліметтер зерттеңіздер. Яғни, сіздер өзіңізді оқы деп емес, қайта керісінше қызыға сонымен айналысасыз. Ең соңғы кеңес, бесінші, ол өзіңізді тексеріңіз, болмаса біреу тексерсін. Әрине, сіз өзіңізді тексеру қиын шығар, бірақ бәлкім телефоныңыздың диктофонын алып, өзіңіз жайлы, достарыңыз жайлы, сіздің хоббиіңіз жайлы, сіздің болашақ қандай кәсіппен айналысатыныңызды, болмаса қандай мамандық иесі болатыныңыз жайлы ағылшынша айтып көріңіз. Өзіңізді тексеріңіз. Сіз мысалы 2-3 сөйлемде тоқтап қалдыңыз ба? Қандай сөз жетіспеді? Қандай сөзді таба алмадыңыз? Соның барлығын жазып қойып, соны үйрену арқылы сіз өзіңіз тез ағылшын меңгеріп ала аласыз. Ағылшын тілін қалай тиімді жолдармен үйренуге болады? 10 кеңес. Бірінші кезекте мынандай ойлардан аулақ болуыңыз қажет. Тек кішкентай балалар ғана үйрене алады. Сол кезде үйренбедім, қазір үйрене алмаймын. Болмаса, үлкендерге өте қиын деп. Арасын айтатын болса, көптеген осы адамдар оқып жатыр, олардың нәтижелері кішкентай балаларға қарағанда тезірек болады. Сондықтан да еш мойымаңыз. Егер сіз тағы да менің есте сақтау қабілетім онша емес деп айтатын болсаңыз, есте сақтасаңыз болады. 25 ең жиі қолданылатын сөз жаттау арқылы сіз қарапайым тексттердің 25%-ын түсіне аласыз. Ал егер 100 сөз жаттаған болсаңыз, сіз сол қандай да бір оңай мәліметтің 50%-ын түсіне аласыз. Сондықтан да еш уайымдамаңыз. Кейбір адамдар уақыт жоқ деп айтып жатады. Расына келер болсақ, бұл тек қана сылтау. Егер сіз осындай керемет мақсат арман қойып, күніне 20-30 минуттан уақыт бөле алмасаңыз, бәлкім бұл ағылшын сізге қажет емес шығар. Күніге 30 минуттан бөлу арқылы сіз ағылшыныңызды жақсарта аласыз.
Төртінші тиімді жолы ол ағылшын тілін күнделікті оқу. Күнделікті оқу дегенді мен алдында айтып кеткен, тағы да айтып кетейін. Ол мысалы сіз дүйсенбі күні 10-15 минут қандай да бір тақырыпты айталық, отбасы деген тақырыпта түрлі сөздер, сөз тіркестерін жаттайсыз, жазасыз. Келесі күні сіз аласыз сол тақырыптағы сөздерді емес, жаттаған сөздерді енді бейнеролик көресіз, болмаса сол жайлы оқисыз. Келесі күні сіз бәлкім тыңдайсыз, соны осылай күнделікті оқу арқылы сіз тиімді оқи аласыз, яғни ұтымды түрде. Бесінші жолы ол бүкіл үйіңізге бәлкім стикерлер жапсырып қою. Неге ол тиімді? Өйткені мысалы сіз бүгін 5 сөз өттіңіз, алдыңыз жазып қойдыңыз, бірақ ол жазулы күйі қалды ма, әлде төсегіңіз жанына, холодильникке, ваннаға, барлық жерге іліп қойсаңыз, күнделікті қайталайсыз. Ал біздің миымыз солай жасалған, біз егер қайталайтын болсақ, әр бір күннен кейін біздің миымыз оны өте ұзақ уақытқа сақтайды екен. Сондықтан да жаттайық және қайталайық. Тағы бір тиімді кеңес, ол сіздің жақсы көретін әндеріңізді жаттап алу. Мысалы, көп біздің студенттер ағылшынша әндер тыңдағанды жақсы көреді. Және де достар, сіздің де ағылшын тілінде жақсы көретін әндеріңіз бар шығар. Соларды неге ашып көрмеске, аудармасын, мағынасын, одан кейін бірге айтып үйренбеске, одан кейін жаттап алуға тырыспасқа. Мысалы, Джастин Бибердің, болмаса Бруно Марс, Кэти Перри, Селена Гомес, болмаса тағы да басқа көптеген әншілердің әндерін аударып көріңіз, одан кейін жаттап көріңіз. Жетінші кеңес. Сөздерді жаттағанда тек сөздерді ғана жаттамай, сөз тіркестерін жаттаңыз. Мысалы, көп адамдар сөз жаттап жатады. I know. Кешіріңіздер. Көп адамдар сөздер жаттап жатады. Мысалы, to know, to understand, to remember, to forget деген. Ұмыту, түсіну, білу деген сөздер. Бірақ сіздер осылай сөз жаттағанша қайта сөз тіркестерін жаттаңыз. Бұл сөздер қандай сөздермен жиі жұмыс жасайды? Мысалы, I know, мен білемін. I don't know, мен білмеймін. Do you know, сіз білесіз бе? Болмаса, I forgot, мен ұмытып қалдым. I forgot, өмірде қолданатын кезде бірден I don't know деп еске түседі. Болмаса I don't remember, мен есімде жоқ, я не помню. I don't remember. Do you remember? Сенің есіңде ме? Осылай достар сөздерді сөз тіркестерімен бірге жаттаңыздар. Келесі кеңес 8-ші. YouTube-ға кіріңіз. Бұл керемет кеңес, Неге? Өйткені YouTube-та қазір көптеген материалдар бар достар. Жақында өзім де Гарвард пен Стэнфорд университетінің лекцияларын тыңдадым ағылшынша. Мысалы, ол университеттерге енді біз түсе алмайтын шығармыз, бірақ сіздер достар сол мәліметтердің барлығын қамти аласыздар. Ағылшынша кез келген тақырыпта сізді қызықтыратын жазып, соны тыңдап көріңізші. Болмаса тіпті қарапайым сабақтар, ағылшын тілінде сабақтар, соларды да қарасаңыздар болады. Келесі кеңес 9-шы. Оқыңыз, тыңдаңыз. Көп адамдар ағылшын тілін оқыған кезде олар оқу, яғни кітап, мақала, кез келген нәрсені оқуды шеттен тыс қалдырып жатады. Ал сіздер достар осы нәрсені есте сақтаңыздар. Өте көп оқу қажет. Біз қазақ тілінде де, орыс тілінде де тілімізді жаттықтырамыз келсе, біз оқуымыз қажет. Жаңа материалдар әрдайым. Және де тыңдауымыз қажет достар. Өйткені сіз қазір ағылшын зерттеп алдыңыз, жақсылап тұрып. Ертең көшеге шығасыз, болмаса шетелге шығасыз. Біреу сізге келеді айтады. Excuse me, can you? Біреу келеді сіздерге айтуы мүмкін. Mr. Can you tell me? Сол кезде, oh my god, мынау не деді? Сондықтан достар, әрдайым тыңдау керек. Шетелдіктер, олар біз сияқты, яғни мұғалімдер сияқты сөйлемейді. Олар сізге бейімделіп, What is your name? Where are you from? Деп сізге сызылып айтып тұрмайды, Олар бірден. Where you from?
Бірдеңе деп сөйлейді. Яғни what are you doing деген кезде ойбай мынау не деді? What are you doing? Сен не істеп жатсың деп сұраудың орнына олар what are you doing дейді болды. Сондықтан да сіздер біреулеріңіз керек, иә? Қалай олар оқылады, қалай айтылады, сондықтан да көп тыңдау керек. Және де соңғы біздің кеңесіміз ол сөйлеңіз. Ағылшынша сөйлеңіз. Әрине, сіз үйде жүріп қазір ата-анаңызбен, апаңызбен, атаңызбен hey, hello деп сөйлесіп кете бермейсіз, иә? Әрине, сізге біреу керек. Сондықтан да достар, қазір интернетке барлығымызда қолжетімді шетелдік достар іздейік. Форумдарға кірейік, ютубтан каналдар іздейік. Мысалы, көптеген блогерлар қазір шет тілінде түсіреді. Болмаса менің каналыма да тіркеліңіздер. Астына қалдырып кетеміз. Менің каналымда да мен ағылшынша көптеген нәрсе үйретемін, блог әлі түсірмеймін, бірақ алда бәлкім бәрі болады. Сонымен достар, бүгінгі біздің осы сабаққа қатысып, соңына дейін тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Достар, егер біздің келесі сабағымызды көргіңіз келсе, ол бізде 590 теңге тұрады. Егер сіздер оны көргіңіз келсе, яғни біздің курсымыздың жаңа бірінші сабағын, онда сіздер төлемақы жасап көрсеңіздер болады. Жалпы біздің жаңа курсымыз осындай форматта орналастырылған. Оның басты мақсаты сіздердің фундаменттеріңізді, яғни ағылшын тілдеріңізді берік ету. Егер сіздер бұған дейін оқымай, және болмаса сіздердің ағылшын тілдеріңіз өте төменгі деңгейде болса, осы курсты оқуға сіздерге кеңес береміз. 2 ай бойы 24 сабақ сіздерге бар болғаны 5900 теңгеге. Достар, егер 5902-ге бөлетін болсаңыздар, олар 3000-нан да айналмайды. Ал 3000-ға сіздер білесіздер, бұлай да бұлай кетіп жатыр. Сондықтан да достар, осы баға көтерілмей тұрған кезде жазылып алыңыздар. Біз бастаймыз 8 шілде. Барлықтарыңызға көп рахмет. Сау саламат.